Қайырлы күн қыздар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен керемет бельгийский вафли дайындайтын боламын. Бұл вафли өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажетті заттар: бұл маргарин, 2 жұмыртқа, және де бұны жақсылап тұрып араластыра отыра сүтті қосамыз, қант қосамыз. Барлығы өзіңіздің көз мөлшерінше салсаңыз болады. Қамырды қопсытқышты саламыз, және де ванильді қант қажет болады бізге. Барлығын қосып, қоспаның бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Тұз қоссаңыз болады, және де ұнды аз мөлшерде ғана қосып құймақ дайындаймыз. Яғни қамырымыз сұйық болуы қажет, жақсылап тұрып араластыру керекпіз, іртік болмауы қажет. Формамызды дайындап, қыздырып, жақсылап тұрып құйып шығамыз. Осылайынан әр вафли 3-4 минутта пісіп қалады. Өте жұмсақ, дәмді, керемет вафли. Бұны қант қосып берсеңіз де болады. Болмаса қантсыз да бетіне жұмыртқа қуырып берсеңіз де болады. Өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Лайктарыңызды қойып, ұнаса жазылып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Жанка.